толық өзгеруге шешім қабылдасаң, өзіңдегі ұнамайтын эмоциялардан бас тарт. Өзіңнен жаңа тұлға жаса. Тік отыр. Көзді жұм. Терең демал. Шексіз кеңістікке ен. Таза қараңғы түнек. Түпсіз тұңғиық. Денеңді ұмыт. Өзіңді жеңіл сезін. Өзіңнің кеңістіктегі жоғары санаңа үңіл. Және оған айт. Осы кезге дейін өзіңнің кім болғаныңды. Жоғары сана сен ашық әңгімелескеніңде ғана сенімен байланысқа шыға алады. Ағыңнан жарыл. Алдын ала дәптерге жазып алсаңыз да болады. Мысалы, мен ғашық болуға қорқамын, өйткені оның соңы ауыр болады. Бақытты болып көрінуге тырысам, бірақ жалғыздықтан қиналып жүрмін. Өзім туралы көп өтірік айтам, өйткені ел көзіне кінәлі болып көрінгім келмейді. Адамдарға ұнау үшін өтірік айтам, өйткені мені ешкім ұнатпағандықтан, жек көрінішті болмас үшін. Өзіме қатты жаным ашиды, және бұл қасиетімді жоя алмадым. Мен өзімді бүкіл өмірімде жолы болмаған деп есептеймін. Сол үшін жетістікке жету жолында өзімді қоярға жер таппаймын. Момындығым мен ұялшақтығым үшін өзімді қатты кінәлаймын. Өмірімнің барлық кезеңінде анамның, әкемнің сөзін жерге қалдырмай тыңдағаным үшін өзімді кінәлаймын. Өз ойым мен мақсаттарымды жүзеге асыра алмағандықтан өзімді кешіре алмаймын. Егер де сіз өзіңіз туралы шындықты айта алсаңыз, онда сізде сіздің кім екеніңізді жиі еске түсіре беретін, өзіңізге деген жек көрушілік сезімін басатын, жоятын ерекше күш пайда болады. Бірақ есіңізде болсын, дене мүмкіндігінше қарсы тұрады. Осы сөздерді айтып жатқанда, сізде денеңізде жайсыздық сезіледі. Бұл сіздің денеңіздің қарсылығы. Бұған еш мән бермеңіз. Алдымен шындығында жоғары ой сана бар екеніне және әрекет ететініне шын жүрегіңізбен сеніңіз. Осы әрекеттерді жасағанда сіздің жоғары ой санаңыз сіз үшін өміріңізді жақсартады. Сеніңіз. Сенім жоқ жерде бәрі бос. Жалғастырамыз. Эмоцияларыңызды айтып болған соң, қайтадан түпсіз тұңғиыққа еніңіз. Шексіз кеңістік, шексіз қараңғылық. Жүрекке үңіл. Жүрекке махаббатыңды бер. Еркіндік пен қуаныш сезімін бер.
алғыс айт. Жоғары санам. Барлық айтқан эмоцияларды шексіз кеңістікке жібердім. Мен өте жеңілмін. Мен түпсіз тұңғиықтамын. Мен жаңа өзімді қабылдаймын. Көз алдыңызға өзіңізді жеңіл елестетіңіз. Мысалы, ұшып жүрсіз бе, жүгіріп жүрсіз бе, мүмкін қалықтап жүрген шығарсыз. Жоқ, әлде жүзіп жүрген шығарсыз. Жоғары сана. Рахмет саған. Осылай 5-6 секунд жеңіл сезініңіз. Жаңа тұлғаны сезіну үшін 5 санын көз алдыңызға елестетіңіз. Енді көзіңізді аша беріңіз. Рахмет сізге. Егер бейне баяндар ұнаса, арнаға жазылыңыз. Пікір қалдырыңыз. Сәттілік серігіңіз болсын.